Саламатсыздар ма оқушылар? Қазір бәрімізге қазақ әдебиеті сабағы бастаймыз. Орындарыңа отыра қойыңдар. Әдебиеттен қандай бөлімді бастап едік? Абайды оқы таңырқа. Бірнеше күннен бері Абай атамыз туралы, оның өмір жолы, шығармашылығы, оның тағы не? Жазушылығын және ақындылығын, яғни оның өлеңдерін жаттау арқылы біз біраз дүниелермен таныса түстік. Бүгін де біз соны мақсат қылып, Абайдың өмір шығармашылығын тағы да зерделеу мақсатында балалар біз кітапханаға саяхатқа шығамыз. Абай шығармашылығымен танысу үшін кітапханамызға қош келдіңіздер. Олай болса, бәріміз кітапханашы апай қарсы алып жатыр. Онда кітапханаға кірген бойдан біз кітапханадан тіркеу қағазын алуымыз керек. Кітапханашы апайдың дайындаған тіркеу қағазын барлығымыз ала қойыңыздар. Тіркеу қағазын қабылдадық деп, барлығымыз сұраққа жауап беріп шығайық. Сержан, оқи қой сұрағыңды. Сөзді оқи қой. Шәкәрім Құдайбергенұлы. Абайға қандай қатысы бар? Абайдың шәкірттері болды. Шәкірті болды, өте тамаша. Балдар, егер біреу жауап бере алмай жатса, өзің балды сатып алуға болады. Сенде бір бал, Сержан. Тез оқи бер, кезек бәріміз оқып шығамыз. Приходская школада 3 ай оқып, орыс тілін білім алды. Алихан. Ахмет Риза. Абай Ахмет Риза медресінде оқыды. Оқыды дейді. Дұрыс па? Жақсы. Дұрыс жауаптар бір балға қоя беріңдер. Бұл Абайдың балалары. Жақсы. Әрі қарай біз енді сабағымыздың мақсатымыз көркем шығармалардан орта, көлемді үзінділерді мәнерлеп жатқа оқу. Екінші, шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтардың алатын маңыздылығына негіздеме беру. Осы мақсаттарды жүзеге асыру барысында әрі қарай кітапханаға жұмыс жасауға кетті. Абай ақын дейді. Абайдың ақын екенін қалай білеміз? Қалай? Ақын екенін? Өлеңдер жазды, ендеше қазір поэзия минутына кезек берейік. Абайдың осы уақытқа дейін жаттаған өлеңдерінен қысқаша ғана үзінді оқиды. Өлеңді мәнерінен жатқа оқиды, өлең мазмұнына түсінік береді. Ол өлеңнің мазмұны, яғни идеясы не екенін айтып кетесің. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен ашық бол. Жастарға үлгі болу үшін осы өлеңді жаттап, ақыл болу үшін Абай осы өлеңді жазып кетті. Асық бол деді. Абай жазушы дейді. Ал Абайдың жазушылығын біз қандай не арқылы анықтап едік біз? Қара сөздерін өттік, Абайдың жазушы екені. Қандай қара сөзін бізге жаттауға бердім мен? Бірінші қара сөзін өттік. Олай болса, бірінші қара сөзіне қазір біз талдау жасап жіберейік. Білесің бұлай деп. Абай өз өмірінде көп қиналыс шықты. Не дейді? Өйткені нақта бағусыз дертке ұшыраған жандар бақпасы. Елді не істеп тұр? Бағалмайтынын білді. Жыртқышаңдар сосын. Кімдер малды? Ұрылар ұрлап кетуі мүмкін деді. Жақсы. Кезінде ондай ғылым білетін адам болған жоқ. Абай оларға бізге үлгі жастыға кітаптар аударып кетті және өз өлеңдерін. Бір сөзі бар, академия сөзі. Бағар едім. Қарекетке қосайын деді. Ақыры ойлап, ең соңында ақ қағазға сөздердің мазмұнына сай негіздеме бересіңдер. Яғни жаттап келгендеріңді бөліп аламыз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік, жаман өткіздік, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әуестікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келгенде қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсызын, баяусызын көрдік. Бәрі қоршауы екенін білдік. Ел болу жоқ, елге бағу жоқ. Бағусыз дертке ұшырайды деген кісі бақпаса. Не алдыртқан, көңілі басылмаған жастар бағаны демесе,
Бізді бір Құдай сақтасын. Бір Құдай сақтасын. Жақсы отыра ғой. Үш шапалақ. Келесі үшеуіне қойды. Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздері келгенше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілмесектердің азығын бақып беремін деп. Қалған азғана өмірді қорғай жайым жоқ. Мұрғалар жайым жоқ. Осы ойыма келген нәрселерді ақ қағазға жаза білейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім деген ішіне керекті сөз тапса. Жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе. Өз сөзің өзінікі дейлі. Ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Сөйтіп, неше қара сөз жазуға кірісті? 45-ін жазды. Абай 46-шы қара сөзі Абайдың аяқталмай қалған екен. Өйткені өмірінің соңғы еңбегі осы қара сөзі. Үш шапалақ. Ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып өлең. Бұныменен тұрмады. Ары қарай, не болды? Қыс келгенде үйінде тұлығы бар, жылы үйі бар. Ал шегіртке жазда жүгіріп ойнап жүргенше құмырсқа сияқты жұмыс Еңбек етіп, не жинау керек еді? Азық жинау керек. Енді балдар, кейіпкерлердің мінез құлықтарына байланысты қазір телефонымызды қосайық. Мен WhatsApp-тарыма сендердің құмырсқа қандай болған бізде? Еңбектенеді ма, еңбектенбей ма? Еңбектенеді. Жалқаудың жаны тәтті дейді, иә? Осыған шегіртке деді, дұрыс-ақ. Құмырсқаға сай келетінді, Назым айтады, құмырсқаға қайсы сай келді сендер? Құмырсқаға қайсы сай келді? құлағы жастыққа тиеді. Дұрыс па? Өте тамаша. Мысалдың идеясына Сержан нені сәйкестендірді? Мысалдың идеясына қыстың қамын жаз ойлап. Өте тамаша. Қыс деген өлең қандай еді? Бәріміз кәне қыс деген өлең бір хормен айтып жіберейікші, бір жұмағын ғана. Қыс деген табиғатқа арналған. Ақ киімді, денелі, сақалды, тірі жанды, үсті басы ақ құрап, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп алды. Міне, көрдің бе? Міне. Сенің салған құмырсқаң не істеп жүр? Еңбектеніп жүр, зыр жүгіріп жүр. Әлі көрдің бе? Яғни еңбек қор. Біз барлық сабақтағы балдар бүгінгі ұлы Абайды оқығанда деген, бүгінге дейінгі оқығанда қандай ой түйдің? Абай туралы не ұқтың? Соның барлығын өзіңнің ойыңнан Абайды ой толғау жазып береміз. Шығу үшін рефлексияға, яғни мен бұрыннан Абай туралы не білдім, мен бүгін Абай туралы не білдім, мен болашақта Абай туралы не білгім келеді деген бір сөйлемнен жаза қойыңдар. Мен бұрыннан білдім Абайдың шын есімі Ибрахим екенін. Мен бүгін білдім Абайдың 46-шы қара сөзі аяқталмағанын. Мен болашақта білгім келеді Абайдың 3 поэмасын оқығым келеді. Мен бұрыннан білдім Абайдың 45 қара сөзі бар екенін. Мен бүгін білдім құлақта кіріп бойдаларын өлеңнің мағынасы әнге құштағына талпыныс екенін. Мен болашақта Мұхтар Әуезов жазған Абай жолы романымен танысқым келеді. Мен бүгін білдім Абай жазушы екенін. Мен бүгін білдім мен жағдайын өлеңді еңбек үшін деген мағынасын түсіндім. Мен болашақта Абайдың басқа өлеңдерін басқа да өлеңдерді көп оқыңдар. Жинаған балдарыңды мына жерге жалпы ұпайға жаза қойыңдар. Мен сол жалпы ұпайларымнан қараймын. Өздерің қалай жауап